Бүгін Айкүміз Қажекеңнің лекаласын құрастыратын боламыз. Осылай бірінші бетін қойып қоямыз. Екінші бетінде 5×5 деген квадрат өлшейміз. Ровно 5 сантиметр шығу керек. Егер шықпаса дұрыс емес деген сөз. Лекаланың барлығын шығармай тұрып бірінші соны өлшеу керек. 5×5 өлшеу керек және де мынау қайшының сызығы тұрған жерді қарау керек. Кейбіреулерде қайшының суреті шықпай қалады. Бұл деген дұрыс шыққан жоқ деген сөз. Сол үшін бірінші 1-2 бетін ғана шығарасыздар да тексеріп аласыздар. Егер бәрі дұрыс болса, барлығын шығара бересіздер. Енді видеоға қараймыз. Осылай қайшының суреті тұрған жерлерді осылай өзінің үзік-үзік сызығы тұрады. Сол бойынша қиып аламыз. Бірінші рядта бұл қайшының суреті бір жақ сторонада ғана тұрады. Сол үшін бір жағын ғана қиып шығамыз. Ал екінші қатардан бастап уже қайшының суреті екеу болады. Біреу үстінде, біреу жанында. Сол екеуін де қиып тастаймыз. Осымен барлығын қиып дайындап алдық. Енді бәрін бір-біріне жабыстырамыз. Клеймен жабыстырсаңыз да болады. Мен скотчпен жабыстырамын. Тура мына ортасындағы 4 бұрыш көріп тұрсыздар ғой. Сол екеуі сәйкес келу керек. 2-3 бұрышты қосқанда 4 бұрыш шығады. Осылай жазуларын, сызықтарын бәрін дәл келтіресіздер. Мінеки тура лекаладағы схема бойынша құрастырып алдық. Енді барлық сызықтар бойынша қиып шығасыздар. Осымен лекаламыз дайын болды. Енді келесі сабақта осы лекала бойынша матаға пішетін боламыз.